Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге геморройды үй жағдайында қалай емдеу жайлы ақпаратпен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Геморройдың пайда болу себептері. Күн ұзақ бойы бір орында отырып жұмыс істеу, тым көп жүк көтеру, аяқтан тік тұрып жұмыс істеу, дұрыс тамақтанбау, майлы, тұзды, қуырылған тамақтарды көп тұтыну, артық салмақ, шылым шегу, алкогольді ішімдік ішу, жүктілік немесе босану, стресс, жиі іш қату немесе іш өту және де шекте ісік пайда болу себептері болады. Геморройдың белгілері: мазасыздық, анал аймағын қышынуы, күшенген кезде анал аймағының ауруы, анал аймағында ісік пайда болуы, анал аймағында қан кетуі, үлкен дәретке отырғанда анал аймағында томпақ зат білінеді. Кей жағдайда үлкен дәретті ұстай алмайтын да жағдай болады. Міне бұл геморройдың асқынғанын білдіреді. Геморройды үй жағдайында емдеу жолдары: ыстық ванна. 1 литр сүтті ыдысқа құйып отқа қойыңыз. Оған бір бас пиязды салыңыз. 30 минут бойы баяу отта қайнатыңыз. Белгіленген уақыт өткен соң емдік сұйықтықты тазикке құйып, буынына жүргектеп отырыңыз. Емдік уақыты сүт суығанға дейін созылады. Түймедақ тығыны: 30 грамм кептірілген түймедақ шөбін 200 мл қайнаған суға салып тұндырып қойыңыз. Шамамен 25-30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, мұз жасайтын арнайы текшеге құйыңыз. Ыдысты мұздатқышқа қоюды ұмытпаңыз. Дайын болған түймедақ мұзы ісінуді кетіреді, қабынуды емдейді. Тамырлар тартылып, қан айналымы жақсы айнала бастайды. Түймедақ бактерияға қарсы және де анальгетикалық әсерге де ие. Картоп тығыны: картопты жуандау етіп, тіліктеп тураңыз. Көкөніске вазелин жағып, тік шекке салыңыз. Картоп тығыны бір күнде ақ геморройдан құтқарады, жаныңызды рахатқа бөлейді. Бал тығыны: 2-3 қайтара қабатталған дәкеге сықпа балды салып, нығыздап ораңыз. Сосын жарақатталған тұсқа қойыңыз. Бал тығыны қабынуды емдейді, геморройдың көзін құртады. Салқын компресс: 1 дана лавр жапырағы мен 1 шай қасық қырмызы гүлді ұнтақтаңыз. Ұнтақтың 1 ас қасығын 1 стакан қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 2-3 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, мақта матаға малып, жарақаттанған тұсқа қойыңыз. Осылайша 1 сағат жатыңыз, жеңілдеп қалғаныңызды сезесіз. Бүгінгі ақпарат сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арайлым. Қош сау болыңыздар.